Қызылорда қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі тарапынан жалпы мемлекет көрсетілетін қызметтердің барлығы халықты әлеуметтік қорғауға бағытталған. Бүгінде бөлім арқылы 14 мемлекеттік қызмет түрлері көрсетіледі. Оның 13-і әлеуметтік төлемдер және біреуі еңбекші көші-қон бағытында. Жыл басынан бері барлығы 22.658, оның ішінде мемлекеттік мекеме арқылы 607, мемлекеттік корпорация арқылы 12.065, электронды үкімет порталы арқылы 9.986 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Яғни көрсетілген қызметтердің 87.6%-ы электронды үкімет порталы арқылы қабылдануда. Бөлімде мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын, қолжетімділігін арттыру және электронды үкімет порталының тиімділігін насихаттау мақсатында электронды қызмет көрсету бұрышы жұмыс жасайды. Барлық көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің стандарттары мен қағидалары қағаз түрінде осы аталған бұрышта ілінген және халыққа қолайлы жағдай жасалынып, әсіресе мүгедектігі бар адамдарға халыққа қызмет көрсету орталығының келісімі бойынша жауапты маман қызмет көрсетуде.